Жаттығу залына баруға ерінген Ресей тұрғыны қол бұлшық етін денсаулыққа зиян дәрінің көмегімен өсіруді жөн көріпті. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға денесін дәрінің көмегімен өсірген жігіт жайлы видеоны ұсынбақпын. Ал сіздер видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірнеше ай бұрын 21 жастағы Кирилл Терешин қолына синтол дәрісін еге бастаған. Нәтижесінде шынтақ үсті бұлшық еті қатты ісіп кеткен екен. Тіпті соңғы кезде шектен тыс ісіп, еркін қозғалуына кедергі келтіріп жүр екен. Дәл қазір оның бицепстерінің жалпы көлемі 60 сантиметрді құрайды. Терешин жаттығу залына барудың еш пайдасы жоқ екенін айтады. Осы қарқынмен бұлшық етін өсіріп, бодибилдингте рекорд орнату жоспарында бар екен. Кирилл денесін әскердегі борышын өтеп келгеннен кейін өсіре бастаған. Небәрі 10 күн ішінде оның шынтақ үсті бұлшық еті 25 сантиметрге үлкейген. Ол аталған процедураның өзіне жағымсыз әсер сыйлайтынын жасырмайды. Аталған дәріні еккен кезде дене қызуым 40 градуске дейін көтерілетін, тіпті өлемін деп те ойлаған сәттерім болды, дейді Терешин. Осылайша 21 жастағы Кирилл екпеге әуестенгені соншалық, тіпті өмірімен қош айтысудан да қорқып отырған жоқ. Ал дәрігерлердің айтуы бойынша, синтол инсульттан бастап түрлі дертке шалдықтыруы мүмкін екен. Ал оны шектен тыс қолдану тіптен өмірге қауіпті. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Ал мына жердегі қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің жаңа видеоларымыздан қалып қоймайсыздар. Сіздерге айтар ақылым, бұл Кирилл сияқты ақымақтанып, өздеріңізге, денсаулықтарыңызға зиян келтіргеннен көрі, жаттығу залына барып, табиғи түрде спортпен айналысқандарыңыз маңыздырақ. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.